Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бізде распаковка бумажных сюрпризов болады. Бүгін бізде бір жаңа коллекция. Қазір где тұрмыздар. Бумажный сюрприздеріне қойып шығайын, қойып аламыз. Так, бірінші бізде сіздер білетін, сіздерге көрсеткен алдыңғы видеода ол тапочки. Сындай. А еще мен айтқам, что мынаған украшение жапсырылмайды, но төртеуіне жапсырылады. И тағы бір оранжевый болған, оған тоже украшение жапсырылмайтын тапочки болған. Давайте на жерге қояйық. И украшениясын. Так, келесі біздің коллекция. Так. Қайғы араласып кетті. Так, келесі бізде мишки коллекциясы. Сондай пакеттіктер. Сіздер оны білесіздер. Сіздерге көрсеткен алдыңғы видеоларда. Так, келесі коллекция бізде пластырь. Екінші части. Шақ пакетик қана қалған. И оны жерге қойып қояйық. Так, келесі коллекция скрепышидің екінші части. Так, мне. Сондай пакетиктер. И келесі коллекция бізде Маша и Медведь персонажей. Бұл жерде әртүрлі открывашкалар. Тек қана екеуі қайталанады вроде. А жоқ. Келесі коллекция ол Панама. И және де бүгінгі біздің жаңа коллекциямыз ол маски для сна деп аталады. Осындай. Біріншісінде осындай қоянның құлақтарымен маска. Екіншісінде осындай аюдың құлақтарымен. Екіншісі осындай демон мен ангел типа. Ал төртіншісі соңғысы бізде осындай мысықтық. 4 қана пакетик и ішіне маски для сна шығады. Так. Слай. Ой. Мына жерге қояйық, мына жерге. И мне. Так. Давайте бірінші Маша и Медведь персонажи таңдайық. Так, Маша и Медведь персонажи. Мен осыған себе бұл пакетик маған тоже ұнамайды. Так, келесі давайте тапочки и украшения. Бүгін мен украшения мен тапочка таңдайын. Давайте таңдайық. И келесі маски для сна таңдайық. Біздің бүгінгі жаңа коллекциямыз. И мен бүгін давайте наны. Так, келесі давайте Панама таңдайық. Сондай күшті корпорация мен бұл. Мен бүгін осыны ашамын. Келесі бізде давайте мишки да ашайық. Таңдайық. Мен тағы да кішкентай пакетик таңдаймын. Давайте наны таңдайық. Ой. И давайте пластырь екінші часть. Мен давайте-ка наны таңдайық. Или жоқ. Наны таңдай салайық. Так, келесі скрепыши екінші часть. Мен бүгін наны таңдаймын. И біз уже таңдап болдық. И украшение тұра берсін пока что. Так, бүгінгі біздің распаковкамызда мынанша пакетиктер. И біздің каталог. Еще айтпақшы, бізде не бар? Холодильник. Оны біз соңында ашамыз. Қазір біз
темешки. Біз кішкентай пакетик таңдағанбыз. Вот. Осындай корпорациямен тағы да. Надеюсь, енді ашылады деп ойлаймын. Күшті ашылды, достар. Осындай корпорация жасап көріңіз деген қайталап. Мен кейбір видеоларда көрсетемін сіздерге қалай мен упаковка корпорация қалай жасайтынымды. И бізге осындай аю түсті. Қараңыздар. Тамақ пісіретін аю, короче. Ондай басына киетін бір несі бар. Сондай пирог бір бәлелер жасайды. Сонымен араластыратын бір қасығы бар. Сондай аю. Бұл сәл надан үлкенірек аю екен. Давайте оны ішке жабыстырайық. И келесі бізде тапочки. Эти тапочки украшениясымен. Так, бұл бізде номер 6 екен. Мен бірақ номер 4 деп ойладым. Сіздер қалай ойладыңыздар? Комментарияға жазып кетіңіздер. Опять екінші бет. Сәл қисық жабыстырылып кетті, бірақ еш нәрсе етпейді. Так, енді бізде украшения. Оны осылай ашадым. И бұның украшениясы бізде... Біз бір көріп алайын. Ага, бұның украшениясы бізде жұлдыз екен. Орнына салып қояйық. И давайте на жұлдызды жабыстырамыз. Вот осындай әдемі тапочка болды бізде. И келесі коллекция бізде скрепыши екінші часть мезгілдерге арналған. Скрепыши у меня осындай пакетик таңдаған. И бұл бізде осындай жыртып ашатын корпорация. И бізге тоже авокадо түсті. Упаковкада авокадо. Бірақ бұл авокадо надан қарағанда әдемірек. Қай мезгілдікі деп ойлайсыздар бұл авокадо. И бұл бізде 3 қыстыкі. Кім қыста туылды, комментарияға авокадоның суретін жіберіңіздер. Ал кім күзде туылды, саңырау құлақтың стикерін жіберіңіздер. Мұны бітеліп тұр. И міне осындай болып шықты бізде. И келесі бізде пластырь екінші часть. Не. И бізге осындай пластырьлар шықты. Біреу осындай божий коровкамен, және жасыл осындай принтпен, и қара жүректермен. Ал екіншісі осындай Love is ice cream дейді. Love is ice cream. Короче, сондай. Өзім өтірік жасам. Love is ice cream. Бір бәле. Та бір екі қызбен ұл мороженое жеп тұр. Мұздақ. Осындай болып шықты бірінші жағымыз. Екінші жағымыз қандай болып шығады. Келесі Панама. Бұл осылайынан ашылады.
Сондай күшті открывашка. Маған қатты ұнайды бұл открывашка, если что. Бізде осындай панама шықты. Осындай түсті, жасыл ма көк па түсінбеймін. Камерада сәл көк түс сияқты көрініп тұр, бірақ негізі сәл жасыл ол. Енді ромашкаларын түсіреді. Ромашка дегенде гүлдер. Ол менің почти любимым, если что. Так, давайте оны на жерге жабыстырайық. Или жоқ, давайте на жерге. Негізі сәл төмен жабыстыру керек еді, себебі мына жаққа сыймай қалады да. И келесі. Маша и медведь персонажи. Сондай пакетик бізде. И новая корпорация. И бізге бүгін осындай тиын түсті. Тиын, короче, белка. Осындай, кім біледі, ағашта жүреді. Жаңғақ сондайларды атып. Если бұл белка әдемі шықты, әдемі болса, лайк басып кетіңіздер. Мен сіздер үшін бәрін аккуратно істеп, әдемі салып жүрмін. Так, осындай. И келесі біздің жаңа коллекциямыз маски для сна. Маски для сна. Осындай корпорация. Что-то стильная бұл корпорация. Чуть ашу, но там все сондай. И бізге осындай маска шықты. Қараңыздар, мен соңғы кезде карандашпен бояп жүрмін. Осындай маска. Әдемі осындай оранжевый түсті. И бұл бізде номері 1 екен. На жерде тұрады. Осындай. И біздің келесі коллекция холодильник. Давайте-ка таңдайық. Так, бұл жерде менде мындайлар. Мен қазір көзімді жұмып таңдаймын. Бірақ мен білмеймін өзім қандай таңдайтынымды. Маған осындай тортик түсті, кесілген. Фиолетовый түсті и және розовый түсті. Так, давайте жабыстырамыз. Холодильник. Алдыңғы видеода бізге осындай пирожный кекс түскен. Қазір бізге осындай тортик. Меніңше бұл номер 4 деп ойлаймын. И бұл номер 8 екен. 3-ші қатарда. И давайте холодильниктан тағытандайық, себебі бұл өте күшті коллекция. Бірақ упаковкасыз. Так, мен көзімді жұмып тұрмын. Давайте на жерде үлкендеу деп тұрайық. И бізге арбуз түсті. Қарбыз. Арбуз деп айта берем, бірақ на жері. И давайте жабыстырамыз. Итак, бұл бізде номер көрініп қалды. Наверное, сіздерге болды номер 5 деп тұр екен. Бірақ мен номер 4 деп ойладым. Мен өзім ұмытып қаламын, қандай номерға істегенімді. И вот. Осындай болып шықты. Так, тағы да распаковка ашқым келіп жатыр. Давайте бір коллекцияны ашайық. Қайсысын таңдасақ болады? Мишки.
Давайте Панама. Панаманың корпорациясы өте ұнайды. Мне тағы бар екен. И давайте таңдайық. Давайте мынаны алайық, келеді Панама деп тұр. И жабыстырамыз. Вот. Кімге осы Панама коллекциясы ұнады, лайк басып кетіңіздер. И бізге осындай Панама түсті. Мұндай корованың принтімен өте әдемі. Мен мұны жерге жабыстырам. Вот осындай болып шықты. Егер сіздерге бүгінгі видео және де бүгінгі біздің жаңа коллекциямыз ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Если бұл коллекция ұнаса, мен оны екінші частін, наверное, істеймін. Вот, маски для сна. Кімде маски для сна бар, комментарияға жазып кетіңіздер. Және если осылардың біреуі болса, сол маски для сна, сон плюс қойып кетіңіздер. Плюс десті қасына қоян, или плюс қасына аю, плюс қасына намысық қоян. Ну, короче, вот, осындай коллекция. Мен негізінде олардың түрлерін салайын деген, бірақ осылай жаза салдым маски для сна деп сіздерге түсінікті болу үшін. И бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Пока-пока.